Коронавирус келді, экономика құлады, әсіресе Қытайдың экономикасы. Мұнайдың өзіндік құны Қазақстанда $6, Саудовская Аравияда $4. Қазір мұнай құлады, ары қарай не болады деген бізде қауіп тұр ғой, не болуы мүмкін деген. Көптеген, мысалы, біздің саясаткерлер, журналистер, біздің Қазақстанның экономикасы тағы бірдеңкесі жайлы, саясат жайлы айтқан кезде, ойбай, біздің сыртқы внешний долг бәленбай, біздің мұнай мынандай деп айта береді. Соңғы менің жақсы жолдастарым бар. Мұнай саласында өте үлкен қызметте істейді, 20 шақты жыл істейді. Әлемдік мұнайдың нарқын, Қазақстандағы мұнайдың нарқын, Қазақстан бұрын қанша өндірді, қазір қанша өндіріп жатыр, өзіндік құны қанша, бәрін біледі. Сондықтан мен сол ең мықты деген маманмен содан бардым. Бүкіл мұнай жайлы қарапайым кез келген қазақ түсінетіндей, қазақта қанша мұнай бар, тексерілген қанша мұнай бар, өзіндік құны қанша, оны қалай кімге сатып жатырмыз, соны мен прозрачно бір 3 бетке анықтап тұрып жазып бердім. Соңғы қазақ вообще біздің бюджет жайлы, экономикаға мұнайдан қанша ақша түседі, оның бәрі біреуден естіген, журналисттен естіген, интернеттен алған ақпарат емес. Қазір мұнай құлады, ары қарай не болады деген бізде қауіп тұр ғой, не болуы мүмкін деген. Интернетте мен кіріп қарақсқасам, мұнайдың өзіндік құны Қазақстанда $6, Саудовская Аравияда $4 деп жазылып тұр. Коронавирус келді, экономика құлады, әсіресе Қытайдың экономикасы. Яғни тұтыну аз. Соңын ОПЕК деген мекеме бар. ОПЕК деген мұнай өндірушілердің картелі жиналған. Олар айтады, жиналады, біз бағаны былай ұстап тұрайық. Былайша айтқанда ол монополия. Бағаны ұстау үшін сұраныс айталық 100 миллион тонна керек болатын болса, күніне мұнайдың бағасы, мысалы айталық, 60 болып тұрады. Егерде 100 миллион тонна емес, біз 120-130 миллион тонна өндіре бастасақ, не істей бастайды? Анау бағаны түсіре бастайды да, сату үшін. Өйткені сұраныс көп, анау түсіреді, мұнайдың бағасы құлай бастайды. Сондықтан ОПЕК деген мекеме келісіп алады да, сен, мысалы, 100 миллион тоннадан артық өндірмейміз, осының ішінде сен 20 тонна өндір, 20 миллион, сен 30 миллион, сен 15 миллион, сен 7 миллион, мен 80 миллион өндірейік деп келісіп алады да, тура сол квотамен өндіреді. Енді сұраныс құлағаннан кейін мұнайдың бағасы құлауға тиіс еді. Сауд Аравиясы енді негізгі өндіретін ең 3 мекеме бар. 3 ел бар, ең көп өндіретін. Ол Сауд Аравиясы, Россия, содан кейін Америка. Соң Сауд Аравиясы Россияға келеді айтады, давай түсірейік, өнімді түсірейік, азырақ өндірейік, енді баға түсіп кетеді, сондықтан бағаны бәрі ұстап отыру керек. Енді халықтың экономикасы құлап отыр, оны олар қызықтырмайды ғой. Егер сіз болашағы бар, сұранысқа ие, өзіңізге ұнайтын кәсіпті таңдай алмай қиналып жүрсеңіз, төмендеген сілтемені басып, 2020 жылға арналған топ 300 саланы тегін жүктеп аласыз. Бірақ Ресей келіспейді. Ары қарай неге түсіргісі келмейді Ресей? Сланцевый газ деген, сланцевый нефть деген бар. Мұнай белгілі ғой, жердің астында бұрынғы балықтардың планктоны деп айтады ғалымдар. Енді торфяной местері және балшық бар Америкада. Өте көп, шексіз. Содан мұнай шығарып үйренді олар, ғалымдар. Бірақ өзіндік құны $100. Енді біздегілер айтады $6, $20-30, анан бірақ $100 өзіндік құны. Бірақ ғылымның дамыған арқасында соны өзіндік құны төмендетіп келеді. Қазір енді әртүрлі айтады, біреулер айтады $25, біреу $35. Ол 25, 35, $40 маңайында. Бірақ олар $15 дейін түсіреміз деп отыр өзіндік құнын. Ғылым жетіліп отыр ғой. $15 түсірген кезде Ресей, Қазақстан, Сауд Аравиясына капец болады. Яғни біздің мұнайымыз сатылмайды, аналар өте көп, олар бүкіл әлемге сата бастайды. $15 және шексіз көп. Жердің астында бітік қалатын деген немен емес. Сондықтан Сауд Аравиясында Ресейде қатты қорқады. Американың мұнайы арзандап кетеді екен деп. Мұнайдың бағасы $60 болып тұрған кезде Америка өндіре бастайды. 60-тан төмен болған кезде өндірмейді, өйткені пайда қалмай қалады да, олар консервация жасап қояды. Енді Ресейдің арманы, мына болып жатқан геополитиканың арманы, Америкаға мұнайды көп өндіртпеу, соны ұстап отыру. Соны айтады, егер біз жоғары ұстай беретін болсақ, Америка ары қарай өзінің сланцевый мұнайын жасап алады да, оң бізді өлтіреді кейін. Давай осыны бағаны мен айтады. Төмендетем бағаны, құлатам деп. Соң келісе алмаған Сауд Аравиясы сыза болып, 7 март күні Мәскеуде келіссөз болды, барып та мұнайдың бағасын 20-ға бірақ түсірді, мә ендеше деді. Бірақ мен мамандармен ақылдасқанда, сөйлескенде бағана мұнай саласында жүрген мамандармен айтым, мынау не болып жатыр, енді арты не болады? Бюджеттің ақшасы мұғалімдер, әскер, субсидия, бүкіл бюджеттің бүкіл Қазақстанды асырап отырған көбі мұнайдан, оны білесіздер ғой да? Енді мұнайдың бағасы бүйтіп ұстап отыратын болса, бізде жақсы бізде жинақ қойған ақша бар.
на черный, қара бір на черный ден деп айтады, жинақ қойған, золотовалютный запас дейді. Биыл сол қордан жей бастаймыз. Жинақ қойған ақшаны, болашаққа деп жинақ қойған ақшаны жей бастаймыз. Бірақ ол ұзаққа бармайды. Егер мұнайдың бағасы өсіп тұра беретін болса, көптеген елдер банкрот, мемлекет банкрот болады. Мұғалімдерге жалақы төлемейді, әскерилерге, медицинаға сондай қауіп бар. Енді жүрегіміз ауырады ғой, не болады дегенде, сол жігіттер айтады, Сауд Арабиясы ұзаққа шыдай алмайды. Өйткені оның себестоимость ана $6, $4 деп тұрғанымен, шындық себестоимость $40 маңайында. Өйткені Сауд Арабиясында бір-ақ тіршілік көзі бар. Ол тек қана мұнай. Ол ұзаққа шыдай алмайды бәрібір. Олар өздерінше Ресейді қорқытпақшы болды. Ал Ресей қалай болған кезде Ресейдің экономикасы диверсификациясы бар. Ресейде алюминий бар, алтыны бар, ауыл шаруашылығы бар, завод, фабрикалар істеп жатыр. Мен алдыңғы жылы Ресейде 2 ай болдым. Мәскеуде көрдім. Бізге 10 есе, 100 есе алға кетіп қалған. Бүкіл технологиясы, экономикасы. Ресей шыдайды. Әрине қарын кішкене жиналады, шығындарына қиналады, бірақ шыдайды. Өйткені басқа күн көретін күнкөріс көзі бар. Арабияда күн көретін көзі жоқ. Сондықтан олар қайтадан көтереді. Бірақ түбі осының болғанына, құлағанына мен қуаныштымын. Мен пост жаздым. Өйткені қашанғы біз сол мұнайға қарап отырамыз, ол бітеді ғой. Біз болашақтың несібесін жеп жатырмыз. Сондықтан қиналмаңыздар. Түбі Қазақстан аштан өлмейді, біз қиналамыз, тойды тоқтатамыз наконец. Наконец-то ана тойханалар жабыла бастайды. Енді бәрі егін, мал, ғылым, білім осыған келе бастаймыз. Егер сіз болашағы бар, сұранысқа ие, өзіңізге ұнайтын кәсіпті таңдай алмай қиналып жүрсеңіз, төмендеген сілтемені басып, 2020 жылға арналған топ 300 саланы тегін жүктеп аласыз.